Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, сіздермен бірге Талшын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құйрық майды дайындауды үйренеміз. Ал кеттік онда. Ең алдымен қазанымызға су құйып, қазанымызға құйрық майымызды салып, оған дәмдеуіштерді қосып, жарты сағат піскенше қайнатамыз. Достар, видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдауларыңызды сұраймын. Достар, мінекей құйрық майымыз дайын болды. Енді оны пышақпенен араларын кесіп шығамыз. Және дайындап қойған приправаларымызды чеснок, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш барлығын араларына жағып шығамыз. Достар, құйрық майдың пайдасы өте көп. Адамға біздің ата-бабамыз бұрыннан құйрық май жеп келген. Сондықтан да бұны азанғы мезгіл аш қарынға сары майдың орнына жесеңіздер, өте денсаулыққа мол пайдасы бар.